есімім Нұрниязова Динара Жардемқызы. Ол Атырау облыстық онкология диспансерінде дәрігер радиолог болып қызмет етемін. Өзімнің медицина еңбек жолымды 1995 жылы Атырау медициналық колледжіне түсіп, соны қызыл дипломмен бітіріп, ары қарай Ақтөбе университетінде, медицинский университетін бітіргенмін 7 жыл оқып. Жалпы мамандығым жалпы хирургия интернатурасын бітіріп, осы 2005 жылы Атырау облысына управление здравоохранениеға жаңа дәрігер болып распределение келіп, солай онкология ұжымына жас маман болып келгенмін. 2005 жылы жалпы өз жұмысымды дәрігер, онкогинеколог ретінде бастадым. 2013-тен бері Атырау облыстық онкология диспансерінің радиология бөлімінде дәрігер радиолог болып қызмет етемін. Былтыр 2025-тен бері осы бөлімшенің меңгерушісі болып жұмыс жасаймын. Жалпы радиология бөлімінде қатерлі ісікпен науқастар жатады. Оның ішінде в основном мен тек қана әйел адамдар гинекологический және маммологический пациенттерге ем беремін. Емнің барысы сәулелік аппаратпен жасалады. Қазіргі уақытта біздің Атырау облыстық онкология диспансерінде жаңа радиологический корпус, жаңа ғимарат салынуда. Сол жаңа ғимаратта жаңадан заманауи технологиялық үлкен аппараттар болады. Алдағы уақытта біздің жұмысымыз ары қарай одан да әрі жақсарады, одан да жақсы Атырау облысының халқына жақсы қызмет атқарамыз, заманауи сәулелік ем береміз деген үміттеміз. Жалпы радиология бөлімі 27 керуеттік бөлім, оның ішінде 18 адам қызмет етеді, 2 дәрігер радиолог, біз 2 медицинский физик, 4 орта буын қызметкері, қалғандары кіші буын қызметкерлері. Көбіне түсетін науқастар соңғы жылдары көбейіп тұрған, ол жатыр мойны ісігінің науқастары, өкпе ісігінің науқастары, және омырау, молочный железа дейміз, сол науқастар жаңағы жиі түсуде. Соларға основной бағытымыз, соларға сәулелік еммен послеоперационный, не болмаса первичный пациент дейміз, алғаш рет ем алуға науқастар түседі. Енді ондай жаңағы дерттің көбейіне байланысты алдын алу жолдары, ол жаңағы скрининг өту. Өзім дәрігер онкогинеколог, қосымша онкогинеколог болғандықтан скрининг орталығында отырамын. Сондықтан барлық әйелдерді скринингтен өтуге шақырамын. Скринингтің ең алдыңғы мақсаты ол жаңа дерттің наклеточный уровнеде жаңа басталып жатқан сатысында дер кезінде тауып, оған жаңағы дер кезінде ем алып, ары қарай асқындырмау мақсатында скрининг өткізіледі. 20 жылдық тәжірибесі бар онколог ретінде айтарым, дер кезінде скрининг өтіп, дер кезінде чекап өтіп тұрсаңыздар, кез келген дерттің алдын алуға болады. Өз денсаулықтарыңыз өздеріңіз қолдарыңызда.